Сәлем оқушылар. Ана тілі пәнінен 84-ші сабақ заттың сынын білдіретін сөздер тақырыбын өтеміз. Алдымен ережені есімізге түсіріп алайық. Заттың сынын білдіретін сөздерге қандай, қай деген сұрақтар қойылады. Мысалы, қандай, үлкен, қандай, таза, қандай, биік. Енді суреттерге қарайық. Бірінші нені көріп тұрмыз? Лимон. Лимон қандай? Лимон сары, Келесі құлпынай. Қандай құлпынай? Қызыл құлпынай. Келесі қандай сәбіз? Қатты сәбіз. Жақсы, жарайсыңдар. Олай болса, бірінші жаттығуға қарайық. Бірінші жаттығу. Мәтінді түсініп оқы. Тақырыбы Әбілхан Қастеев. Әбілхан бала жасынан сурет салуға құмар болды. Табиғат көріністері оған қатты әсер ететін. Көргендерін әр нәрсеге ұқсататын. Бала қой бағып жүріп қарап отырмады. Тас қашап түрлі мүсіндер жасады. Біреуі қойға, біреуі жылқыға ұқсайды. Қолы ептеген, жасаған бұйымдары жұрттың көзін қызықтырады. Түймебай ұста баланың шеберлігін таныды. Сенен түбінде бірдеңе шығады деп арқасынан қақты. Бала бұған қатты қуанды. Мәтіннің авторы Ахат Жақсыбаев. Оқушылар, мүсін дегеніміз тастан, ағаштан ойып жасалған бейнені айтамыз. Оқушылар, Әбілхан Қастеев кім деп ойлайсыңдар? Дұрыс айтасыңдар, Әбілхан Қастеев суретші. Ол жастайынан неге әуес болды? Жақсы, жарайсыңдар. Ол жастайынан сурет салуға әуес болды. Қалай ойлайсыңдар? Қой бағып жүріп, ол не істеді? Жақсы, жарайсыңдар. Ол қой бағып жүріп, мүсіндер жасады. Жақсы, керемет. Келесі балалар, екінші жаттығуға қарақ. Екінші жаттығу. Сөйлемдерді көшіріп жаз, заттың сынын білдіретін сөзді тап. Әбілхан Қастеев танымал суретші. Алматыда Әбілхан Қастеев атындағы мұражай бар. Ал енді осы сөйлемдерден заттың сынын білдіретін сөз табайық. Қандай суретші? Танымал суретші, яғни заттың сынын білдіретін сөз. Ол бізде танымал сөзі. Олай болса, сөйлемдерді әдемі, көркем етіп, дәптерімізге көшіріп жазамыз. Танымал сөзінің астын ерек сызықпен сызып қоямыз. Себебі заттың сынын білдіретін сөздердің астын ерек сызықпен сызамыз. Жақсы, жарайсыңдар. Олай болса, келесі үшінші жаттығуға қарайық. Әлия мен Әділ сурет салды. Олар қандай тақырыпқа сурет салды деп ойлайсың? Оқушылар, суреттен нені көріп тұрмыз? Жақсы, жарайсыңдар. 9 мамыр. Балалар, 9 мамыр қандай күн? Дұрыс айтасыңдар. Жеңіс күні, Балалар, жеңіс күні абырой мен даңқымыздың мерекесі. Табандылық пен ерлік, отанға деген сүйіспеншілік сұм соғысқа жеңіске жеткізді. 9 мамыр мереке ғана емес, бұл халықтың батырлығы, бұл жанкештілік пен жеңіске жету жолындағы ерен еңбек. Біздің азаматтық парызымыз бұл күнді мәңгілікке есте сақтау, отанды сүю, елдің, жердің адал перзенті болу. Бұл күні
Екінші дүниежүзілік соғыс кезінде миллиондаған қазақстандық неміс фашизміне қарсы күресте жеңіске жеткен күн. Балалар, осымен біздің сабағымыз аяқталды. Каналға жазылып, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаймыз. Сау болыңдар.